Қайырлы күн, қыздар, ханымдар, аналар. Менің есімім Наргиза, 26 жастамын. Шымкент қаласының тұрғынымын. Қазіргі таңда декреттегі анамын. Толығырақ айтқанда, декреттегі кәсіпкер анамын. Мен балалардың керек жарақтарын онлайн түрде сатамын. Бұл кәсіпті мен аз уақыттың ішінде бастасам да, қазіргі таңда менің қаражатым 10 миллионға жеткеннен кейін мен дүкен аштым. Яғни балаларға, кішкентай сәбилерге керек жарақты заттар, құралдарға арналған дүкен аштым. Ол дүкен Шымкент қаласында орналасқан, Республика даңғылы 11, Әсем супермаркетінің жанында. Келіп көрсеңіздер болады, аты Kids Food Шымкент. Мен бұл дүкенге қалай келдім? Мен бұл сауданы қалай бастадым? Айта кететін болсам, мен түсінем, балаларға жаңа смесь, каша, жаңа подгузниктердің өте керек екен. Өйткені менің өзімнің ұлым 15 күннің ішінде 90 штуктық подгузникті тауысады. Мен оны былай экономдап ұстағанның өзінде 15 штук, жаңағы 90 штук подгузникті тауысады. Оның ішінде смесі бар, оның жуынатын заттары бар, балаға керекті жаңа киімдері бар, влажный салфеткалары, тұздары, неше түрлі кашалары, герберлер бар, жаңағы керекті йогурттары барлығы бар. Қажет десеңіз, ойыншықтар да табылады біздің дүкеннен. Массажға арналған, жаңағы аяқтағы массаждарға арналған доптары барлығы бар ол жерде. Енді айта кететін болсам, бұл онлайн табыс менің өмірімді күрт өзгертті. Яғни мен қазіргі таңда мен үйде отырып онлайн табамын табысымды, жаңағы заттарды сатып, ал менің күйеуім сол дүкенді қазір басқарады, сол жерде отырады. Таза менің қазір қолыма тиетін қаражатым 4 миллион теңге. Сіздерді мен осындай онлайн табысқа шақырамын. Сіздер қорықпаңыздар. Бизнес, яғни бұл кәсіпті бастаймын, үйренемін, сауда жасаймын десеңіздер, мен сіздерге оның қыр-сырын үйретемін, сатуды үйретемін, қалай бастауды үйретемін, бастапқыға қанша қаражат кететінін барлығын үйретемін. Қалай дүкен аштық, қалай ол қадамға бардық, барлығын үйрететін боламын. Ол үшін Алло Айрин каналына жазылыңыздар. Және де бізде жеңілдік бар. Алло Айрин каналы арқылы келсеңіздер, бізде өте көп жеңілдіктер бар. Дүкенге келіңіздер, көріңіздер. Сіздер үшін есігіміз әрқашан ашық. Қазіргі заманның кәсіпкер аналарының бірі болып, табысымызды көркейтіп, молайтып отырайық. Қош сау болыңыз.